Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге бұл видеода қазақтың ұлттық тағамын асуда әрбір үй ханшайымының өзінің сыры болады, рецебі болады. Мүмкін бұл видеода сіздерге жаңалық болатын жерлерде кездесіп қалар, ал кейбір кеңестерді бұрыннан қолданып жүрген шығарсыздар. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк қойып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рецепте мен жылқының етін пайдаланамын. Қазанға салқын су құйып, етімізді саламыз. Ет тұздалғандықтан мен тұз қоспадым. Тұз, бұрыш қоссаңыздар да болады. Қайнай бастаған кезде көбігін сүзіп алып тастаймыз, отын жайлатамыз. Жай отта 2-2,5 сағаттай пісіреміз. Одан кейін қамырымызға кірісеміз. Қамыр илеп бастаймыз. Мен жұмыртқа, тұз, су, салқын су, еттің сорпасын алып илеймін, жақсылап араластырамыз. Еттің сорпасының өзіне қамыр илесеңіздер, қамырларыңыз дәмді болып шығады. Ұн қосып, қамыр илеп бастаймыз. Қамырда міндетті түрде 20 минутқа қойып қоямыз, илеуі қанып тұрады. Картоп, сәбіз, помидор салып қайнатып пісіріп аламыз. Ет піскенше дайын болады. 20 минуттан кейін қамырымызды алып, айналдыра отырып жайып аламыз. Түп-түзу жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Орташа жұқалықта болғаны дұрыс. Осылай қолымызбен басып, шетін айналдыра отырып жаямыз, қатты баспай. Бір тегіс, дөңгелек, әдемі болып шығады қамырларыңыз. Тек шетін ғана басында бастайсыздар, ортасына теспейсіздер. Біздің қамырымыз дайын болды. Кесіп алып дайындап қоямыз. Әзірше піскен ет картоптарымызды сүзіп аламыз. Сүзіп алған еттерімізге фольга орап қойсақ, қамырымыз дайын болғанша ыстық болып тұрады. Еттің сорпасын осылай сүзіп аламыз. Сорпамыз таза, мөлдір болып тұрады. Қазандағы сорпамызға қайнап тұрған суымызды құйып, толықтай сорпамызды қайнатамыз да қамырымызды саламыз. Жақсылап пісіреміз. Шамамен 6-7 минуттай піседі. Пісіп қайнап тұрған қамырымызға бетіне бір ожаудай салқын су құйсаңыздар, қамырларыңыз езілмей әдемі болып шығады. Піскен қамырымызды сүзіп, легенімізге салып, пияз сорпамызды құйып, ет, картошка, сәбіз, қазымызды салып ұсына береміз. Қарапайым осылай өзімізге арнап пісіргенмін. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.